Сәлем достар, бүгін сіздермен өте тез дайын болатын және де жеке пісіруді қажет етпейтін балды торттың ерекше рецептісімен бөлісемін. Бізге қажетті заттар: жұмыртқа, қант, бал, ұн, сары май және де ас содасы. Ең алдымен табаға бал және сары майды қосып, орташа отта сары май ерігенше араластырып отырамыз. Сары май еріп болғаннан соң араластырып, табаның астын сөндіреміз. Және де 1,5 шай қасық сода қосып, жақсылап араластырып, салқындатып қоямыз. Келесі кезекте жұмыртқаларды шағып алып, қант қосып, аппақ пик пайда болғанша микселейміз. Мінекей аппақ пик пайда болды. Келесі кезекте салқындатып қойған балды массамызға ұнның жарты бөлігін қосып, микселеп аламыз. Енді балды массамызға аппақ көпіршігімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Сонан соң ұнның қалған бөлігін қосып, тағы да араластырамыз. Мінекей таста дайын болды. Енді оны формаға орналастырып, 180 градуста 30-40 минутқа пісіріп аламыз. Бисквит пісіп дайын болғанша пломбир кремін дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаларды шағып, қант және крахмал қосып, жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте сүт қосып, тағы да араластырамыз. Сонан соң орташа отқа қойып, қою консистенция пайда болғанша үздіксіз араластырамыз. Міне қою консистенция пайда болды. Енді табаның астын сөндіріп, сары май қосамыз. Крем дайын болды. Енді оның бетін пищевой пленкамен жабатын боламыз. Өйткені кремнің консистенциясы бұзылмауы қажет. Ендеше бисквит дайын болды. Мұнда мен 3 бөлікке бөліп алдым. Қараңыздаршы, керемет болып көтерілген және де жұмсақ болып шығыпты. Енді тортты құрастыратын боламыз. Әр кождың бетіне крем орналастырмас бұрын сүттен пропитка жасап орналастырып аламыз. Және де қалған іс-әрекеттерді видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Тортқа крем жағып болғаннан соң
бисквиттен қалған бөліктерді немесе печеньені ұсақтап, тортты әсемдейміз. Достар, балды торт дайын болды. Нәзік, жұмсақ болып шықты. Әрине жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Және де менің каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар.